Аналардан жиі келетін сұрақтардың бірі 3 айға дейінгі балаларының іші қатып жатады, немесе керісінше сұйық болып өтіп жатады. Бұл неден, іш қатуын қалай емдесек болады деген сұрақтарыңызға қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Мен көрсетейін деп жатқан бұл нүкте сіздің балаңыздың ішінің қатуын, запорын емдейтін болады. Бұл баланың жасына қаралмайды, үлкен адамдарға да, балаларға да жасала берсе өте жақсы көмегін тигізетін болады. Ол үшін баланы осылай арқамен жатқызамыз, және мынау баланың кіндігі деп алатын болсақ, онда осы екі жерде, баланың екі кіндігінің шетінде осы екі нүкте болады. Осы екі нүктені осылай бас саусағыңызбен 5 минут уқалап отыратын болсаңыз, күніне 2-3 рет балаңыздың запоры тоқтап, күніне жоқ дегенде 1 рет үлкен дәретке баратын болады. Ол үлкендерге де қатысты. Одан кейінгі нүкте бізде баланың саусағын өстіп 3 саусақты өлшейсіз, 4-шісінде міне нүкте келеді. Осы нүктені тағы да осылай уқалап отырсаңыз, бұл да баланың іш қатуына өте жақсы көмектеседі. Ақпарат пайдалы болса, видеоны сақтап алып, маған тіркелуді ұмытпа.